Айлакер қоян, кәріс халық ертегісі. Ертеде бір қоян болыпты. Бірде ол орманда келе жатып, ірімшік тауып алады. Қуанып кеткен қоян ірімшікті аузына сала бергені сол еді, ту сыртынан «Тоқтай тұр» деген дауыс естіледі. Қоян селк ете түседі. Қараса, бұғы екен. «Әй, қылый көз, не тауып алдың?» дейді бұғы. «Ірімшік» дейді қоян. «Жерде жатқан ірімшік барлық аң-құсқа ортақ. Жартысын маған бер». «Жарайды» дейді қоян. Ірімшікті бөле бергенде бұтаның арасынан жолбарыс шыға келеді. «Не істеп жатырсыңдар?» деп гүж етеді жолбарыс. Қорқып кеткен қоян мен бұғы ірімшік тауып алып, соны жейік деп жатырмыз. Келгеніңіз жақсы болды, сізге де берейік дейді. «Ей, андағы ірімшіктерің кіп-кішкентай ғой, кімнің аузынан табасыңдар? Одан да мен өзім жей салайын» дейді жолбарыс. «Дұрыс айтасыз, кішкентай ірімшіктің несін бөлеміз? Қайсымыздың жасымыз үлкен болса, сол жесін» дейді. Жолбарыс оның ұсынысын құп алады. Сөйтіп үшеуі бір биік ағаштың саясына жайғасып, әңгімеге кіріседі. Бұғы айтады: «Мен туғанда терім қап-қара болатын. Біраз жыл ағарып жүрді, бірақ мұны ешкім білмейді. Ормандағы барлық аң-құс менің қоңырқай терімді ғана көрді. Демек, мен бәрінен де үлкенмін». Мұны естігенде жолбарыс мырс етеді де: «Сен жап-жас екенсің ғой. Мен туғанда мынау кәрі ағаш талшыбық болатын. Демек, менің жасым сенікінен әлде қайда үлкен» дейді. Әңгімелерін аяқтаған жолбарыс пен бұғы қоянға қарайды. Қоян бір сәт үнсіз қалады да жылап жібереді. «Қылый көз, саған не болды? Неге жылайсың?» дейді бұғы. «Өткен күндерім есіме түсіп, көңілім босап кетті. Бұл ағашты бала кезімде отырғызған едім» дейді қоян өксігін баса алмай. «Жылама, қылый көз, сен бәрімізден үлкен екенсің ғой. Демек, ірімшік сенікі» дейді бұғы. Сөзден жеңілген жолбарыс ызадан жарылардай боп кете барады. Ал қоян мен бұғы ірімшікті бөліп жеп, оны алдап соққандарына мәз болады. Арада біраз күн өтеді. Қоян секеңдеп келе жатса, алдынан жолбарыс шығады. Ол қоянды бас салып: «Өткенде алдап соғып едің, қолға түстің бе? Сазайыңды берейін» дейді. Жыртқыштың тырнағына іліккен қоянның есі шығып, тынысы тарыла бастайды. Бірақ қорыққанын сездірмей: «Жолбарыс мырза, сіз әкеңізден аумайды екенсіз. Ол да сіз секілді қайратты да айбарлы болатын» дейді. «Оны қайдан білесің?» дейді жолбарыс. «Кезінде сіздің әкеңіз екеуміз дос едік. Бір жолы мен оны ажалдан алып қалғам» дейді қоян саспастан. «Қалайша?» дейді жолбарыс аң-таң болып. «Әкеңізді аңшылар торға түсірді емес пе? Сол кезде мен оларға жалынып жүріп құтқарып алғанмын. Аңшылардың алдында басымды көп емдеп, алдыңғы аяқтарым қысқа болып қалды. Әттең-ай» деді қоян өкінішпен. Жолбарыс қоянның бұл өтіргеніне де сеніп қалды да жібере салды. Бірақ артынан тағы да алданғанын біліп, қоянның үйіне келді. Бұлай болатынын білген қоян бір айла ойластырған болатын. Ол пешке от жағып, ішіне әппақ ұсақ тастарды салып қояды. Жолбарыс келгенде: «Қош келдіңіз, мырза, төрлетіңіз» деп алдынан шығады. Қонаққа дастархан әзірлеген болып, «Сізге бір ерекше дәмді бұршақ пісіріп жатыр едім. Бал қосып жеңіз, тіпті тамаша болады. Сіз отыра тұрыңыз, мен аюға барып бала келейін» деп үйден шығады да зытып береді. Жолбарыс болса қоянды ұзақ күтеді. Ақыры шыдамы таусылып, қоян пісірген дәмді тағамды жеп көрмек болады. Ыстық тастарды аузына салып жібергенде тілі күйіп қалады.
бүкіл орманды басына көтере ақырып, орманға қарай қаша жөнеледі. Осылайша айлакер қоян жолбарыстан бір жола құтылған екен. Соңы. Ертегі ұнаса, түсінгендеріңді үлкендерге айтып көріңдер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз.